балалардың дамуында ата-аналарға кеңесіміз ерте жастағы балалардың дамуында ата-аналардың бірден-бір өтініші ол тіл дамуы болып келеді. Балам сөйлемейді, сөздік қоры аз деген сияқты ата-аналардан көптеген сұраныстар түсіп жатады. Бұл тіл дамуына арналған бірнеше ұсыныстарды ұсына аламыз. Яғни баланың күнделікті өмірінде, ойындарында пассивті сөздік қорын кеңейту арқылы жүзеге асамыз. Бала ойын ойнап жатқан кезінде, мысалы, үй соқты, үйді құлатқан кезінде бух, бах деген сияқты қысқа әрі нұсқа дыбыстарға еліктеуін қамтамасыз етеміз. Интонациямен баланың эмоциясына қарап, бах, құлады деген сияқты қысқа әрі және нұсқа сөздерді ұсынамыз. Күнделікті өмірде қолданылатын ойындарда майшамды және түтікшелерді қолдануға болады. Яғни ол баланың тек жаңағы ойындарды ғана емес, тыныс алу жаттығуларына да әсер етеді. Ойын ретінде майшамды үрлеу, түтікшемен ән айту, яғни а, о, у деген сияқты ашық дауысты дыбыстармен әнді айтып, баланың сөйлеу тіліне әсер етеміз және сөздік қорының көбеюіне ықпал жасаймыз. Гоу-токты және іс-қимылмен көрсетілетін логарифмикалық жаттығуларды да ұсына аламыз. Маймақайы сартылдат, маймақайы топылдат, алақанмен соқ-соқ-соқ, аяқпенен топ-топ-топ деген сияқты логарифмикалық ойындарды ұсыныс жасаймыз және ол баланың сөйлеу тілінің дамуына бірден-бір себеп болып табылады. Баланың дамуының негізі ол сенсомоторлы даму болып табылады. Яғни біз ерте жаста баланың үнемі қозғалыста болуына назар аудару керекпіз. Яғни бала осы қоршаған ортаны көру, есту, иіс сезу, ұстау арқылы, есту арқылы қабылдайды. Сол себепті баланың ойындарын біз сенсомоторлы жағынан дамытамыз. Бұл тарапта ата-аналарға берілетін кеңес, үй жағдайында баланың барлық сенсорлық жүйесінің дамуына ата-аналар үлес қосу керек. Бұл дегеніміз баламен, мысалы, қарапайым көшеде жүргенде, ойын-сауық орталықтарына барғанда, батуттарда секіру, сырғанақта сырғанау, әткеншекте бірге отырып ойнау, доп ойнау, қуаласпақ ойнау сынды қозғалмалы қозғалыстағы сенсомоторлы ойындарды ойнау, ол бала үнемі қозғалыста болуын қадағалаймыз. Сонымен қатар үй жағдайында қарапайым қамыр, сазбалшық, ермексаз сынды материалдарды қолдану арқылы біз баланың ұстауы, сезінуіне рұқсат береміз. Бастайық, пип-пип-пип, пип-пип-пип, жарайсың қолымен. Чух-чух-чух, 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 алысқа мен барамын, я, пип-пип-пип, пип-пип-пип, теже шапалақта, көздей-көздей деп отыр. В раннем возрасте развитие ребенка начинается и происходит в ходе взаимодействия с близкими людьми. Мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Но самое значимое лицо для ребенка – это мама. Ее голос, лицо, прикосновение. Вверх, вниз, вверх, вниз. А теперь прячемся, прячемся, прячемся. Считай. Считай. 2, 3, 4, 5. Туча. Кап-кап-кап-кап-кап. Туча. Кап-кап-кап. А это у нас солнышко. Бери еще. Ой, молодец. Желтый, желтый, куда? Давай. Желтый на солнышко. Закрывай. Вот так. Дальше. Вот так.
Иди сюда. Молодец. Вот. Ой. Ой. Илья, пойдем, бери кольцо. 2, Одевай. 3, 4, Молодец. 5, Пойдем. 6, Пойдем сюда. 7, 8. Все, готово за Ильяса. 2. Прыгай. Молодец. Прыгай. Не ставь ножку просто, а прыгай. Давай. Раз, 4. два. Молодец. Давай, второй. Раз. Пойдем. Все. Давай, ты сначала положи свое. Успокойся. Ильяс, поменяемся давай. На, тебе это, а ты Джину это. Вот, Тарелочки сюда. Вот. Вот, молодец. Общение для ребенка эмоциональное, позитивное, безопасное, принимающее. Поэтому родителям нужно играть с детьми раннего возраста, а не заниматься с ним. Играть в ладушки, ку-ку, сороку-белобоку, по кочкам и другие эмоциональные игры. Потом соберем. Вот так, наберем. Вот так. Вот. Ой, молодец. Ой, молодец. Смотри. Памперсы, успокойся. 3, дуй. Ура!